Бал пен алма сірке суы. Екеуі де бал пен алма сірке суы. Екеуі де денсаулыққа белсенді әсер ететін табиғи заттар. Оларды бірлесіп қолданғанда ағзаға тигізетін әсері одан сайын күшейе түседі. Бұл видеоны соңына дейін көрсеңдер, бал мен алма сірке суының жеке-жеке және бірге қолданғанда ағзаға қалай әсер ететінін білесіздер. Балдың қандай пайдасы бар? Бал табиғи әрі шипалы өнім. Ол аралардың гүл шырыны мен өсімдік сөлін өңдеуінен пайда болады. Бал тәтті тағам ретінде де, емдік құрал ретінде де кеңінен қолданылады. Оның құрамында ағзаға оңай сіңетін қанттар, дәрумендер мен минералдардың кешені және басқа да биологиялық белсенді заттар бар. Балды ішке де, сыртқа да қолданады. Оның пайдалы қасиеттері өте көп. Бал ағзаның қорғаныс күшін арттырады және нығайтады. Иммунитетті күшейтеді, жұқпалы және паразиттік ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Қабыну реакцияларының ағымын жылдамдатады. Бактериялық және вирустық инфекциялардан тезірек айығуға жәрдемдеседі. Тыныс жолдарының белгілерін, ішек бұзылуын, улану мен қызбаны жемуге көмектеседі. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Асқазан ішек жолының жұмысын қалыпқа келтіреді. Пайдалы ішек микрофлорасының өмір сүруіне қолайлы жағдай жасайды. Бауыр жасушаларына оң әсер етеді. Бауыр тінінің қалпына келуіне көмектеседі. Бауырдың тазарту қабілетін жақсартады. Бал сүйек тінінің тығыздығын арттырады, фосфор мен кальцийдің барынша жақсы сіңуіне ықпал етеді. Остеопороздың пайда болуына жол бермейді және сүйек сынғанда сүйек қалқанының тез түзілуін ынталандырады. Бұлшықет тінін нығайтады. Бұлшықет талшықтарының серпінділігін арттырады. Бұлшықет көлемін ұлғайтуға және бұлшықет қаңқасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жүрек пен қан тамырларының жұмыс қабілеттілігін арттырады, сақтайды. Жүрек соғысын және қан қысымын реттейді. Қанды сұйық күйде ұстап, микроциркуляцияны қалыпты етеді. Зат алмасуды жақсартады. Ақуыз, май және көмірсулардың ыдырауын реттейді. Анемия мен қан аздықтың алдын алуға көмектеседі. Қанның қажетті элементтерінің ең алдымен эритроциттер мен тромбоциттердің түзілуін қамтамасыз етеді. Бүйректің жұмысын барынша тиімді етеді. Оның сүзу және тазарту қабілетін күшейтеді. Эндокриндік жүйенің дұрыс жұмысын және репродуктивті функцияны қолдайды. Жүйке жүйесінің бұзылыстарын болдырмауға және күйзеліске қарсы тұруға көмектеседі. Балдың мынадай қасиеттері бар. Бактерияға, саңырауқұлаққа және вирусқа қарсы. Қабынуға және паразиттерге қарсы. Ауырсынуды басатын және қызуды түсіретін. Түйілуді басатын, залалсыздандыратын және уыттан тазартатын. Зат алмасуды ынталандыратын. Қан қысымын төмендететін және қан сұйылтатын. Холестерин деңгейін төмендететін. Қалпына келтіретін және жара жазатын. Балды жүйелі түрде қолданғанда ол бүкіл ағзаға әсер етеді. Сыртқа қолданғанда терінің жағдайын жақсартады. Шырышты қабаттың қабынуын басады. Жаралар мен күйіктерді жазуға көмектеседі. Алма сірке суы алма мен алма шырыны ашыған кезде алынады. Ем пайдалысы өз бақшаңыздан алынған алмалардан дайындалған үй сіркесі. Үй жағдайында алма сірке суын дайындаудың ең қарапайым рецепті үшін 1,5 литр су, 1 килограмм алма және 50 грамм қант қажет. Алмаларды жақсылап жуып, бөліктерге турап, шыны банкаға салып, үстіне қант қосып, ыстық су құйылады. Оны жылы жерде 2 апта ұстау керек. Күн сайын араластырып тұру қажет. Кейін сүзіп алынған сұйықтықты тағы 2 апта ұстайды. Содан кейін қайтадан сүзеді және дайын сіркені қолдануға болады. Халық ертегілерінде жастық беретін алмалар жиі айтылады. Алма сірке суы ағзаны жасартатын қасиетке ие. Денсаулықты жақсартуға және жалпы жағдайды көтеруге көмектеседі.
Оны ағзадағы минералдар мен дәрумендердің деңгейін сақтау, жүйке жүйесін нығайту, тыныш ұйқыны қалпына келтіру, депрессиялық көңіл күйді азайту, күйзеліс белгілерін жеңілдету, жүрек жұмысының дұрыс жүріп тұруын қамтамасыз ету, жүректің ырғақты қызметін және қан тамырларының серпімділігін сақтау, ашушаңдық пен тітіркенуді азайту, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсарту мақсатында қолданады. Ол ішек микрофлорасына қолайлы жағдай жасап, ас қорыту ферменттері мен асқазан сөлінің қышқылдығын қалыпты деңгейде ұстайды. Ағзаны жасартуға үлес қосады. Алма сірке суы теріні тегіс әрі жарқын етеді. Түсін біркелкі қылады, пигмент тақтарын жояды. Ол шашқа көлем береді, тырнақты қатайтады. Алма сірке суы халық медицинасында және косметологияда да қолданылады. Алма сірке суы маринадтар мен тұздықтар дайындауда қолданылады. Бұл тағамдық өнім әрі емдік құрал. Оның көп қырлы әсері құрамындағы пайдалы заттардың, микро және макро элементтердің, пектиндердің, қанттардың, органикалық қышқылдардың және дубильді заттардың көп болуына байланысты. Алма сірке суының әсері бүкіл ағзаға таралып, ауырсынуды басатын және зат алмасуды тұрақтандыратын қасиет береді. Қандағы холестерин мен қант мөлшерін төмендетеді, қанның сұйықтық қасиетін жақсартады, қан тамырларының қабырғаларын нығайтады, майдың жиналуын азайтады, тұмау тәрізді белгілерді басады. Тағам дайындауда қолданылумен қатар ол емдік мақсатта да пайдаланылады. Бөлме температурасындағы бір стақан суға біраз қасық алма сірке суын қосып, күніне бір рет ішуге болады. Мұрын бітелгенде сіркеге малынған мақта тампонын мұрын үстіне қою ұсынылады. Уланғанда бір стақан суға 2 ас қасық сірке суын қосып, мүмкіндігінше жиі 1 шай қасықтан ішкен жөн. 1 шай қасық сірке суын 100 мл суға қосу гастрит, қышқылдықтың жоғарылауы және кекіру белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. 1 шай қасық алма сірке суын зығыр дәнінің қайнатпасымен бірге қолдану, іш қашатудан арылуға көмектеседі. Алма сірке суын ішке және сыртқа қолдану, буын және бас ауруынан, саңырау құлақтық аурулардан, жарақат салдарынан болған көгерулер мен ісінулерден, жәндік шағуынан болған айқын тері реакцияларынан құтылуға мүмкіндік береді. Біз сіздерге бал мен алма сірке суының адам ағзасына жеке әсерлерін таныстырдық. Енді осы 2 табиғи әрі өте пайдалы зат бірге қолданылғанда не болатынына тоқталайық. Оларды бірге қолданғанда әсері қосылып, олардың емдік және сауықтыру қабілеті айтарлықтай күшейеді. Бал мен алма сірке суы бірігіп, бір-бірінің емдік қасиетін арттырады. Олардың бірлескен әсері ағзада жүретін барлық алмасу үдерістерінің белсенділігін жоғарылатады, майлардың ыдырауын жеделдетеді, тері астындағы және ішкі ағзалар айналасындағы майлардың жиналу ықтималдығын азайтады, буындардағы ауырсыну мен қабынуды төмендетеді. Қан қысымын қалыпқа келтіреді, асқазан сөлінің және ас қорыту ферменттерінің бөлінуін тұрақтандырады, жұқпалы ауруларға шалдығу мүмкіндігін азайтады, қабынуға және қатерлі өзгерістерге қарсы тұру қабілетін арттырады, ағзаны токсиндер мен зиянды қалдықтардан жылдам тазартады, тері мен шаштың жағдайын жақсартады. Бұл қоспаны буындардың қабыну және алмасу бұзылуы кезінде, кез келген дерматологиялық мәселе кезінде, метаболикалық синдром және алмасу бұзылыстарында, іштің жайсыздығы, айқын әлсіздік, жұмыс қабілеттілігінің төмендеуі, ерте қартаю, ұйқы бұзылыстары, ашушаңдық және жиі стресс жағдайларында қолдану қажет. Бал мен алма сірке суының үйлесімі жұмыс қабілеттілігін арттыруға, ауыр аурудан кейін тез қалпына келуге, жарақат пен операциядан кейінгі реабилитацияны белсенді жүргізуге, іш қатуды және ішек инфекциясынан кейінгі жағдайды қалпына келтіруге, холестерин деңгейін төмендетуге, ағзаны шлактар мен токсиндерден тез тазартуға көмектеседі. Кең таралған рецепттердің бірі алма сірке суы, бал, сарымсақ қоспасы. Мұндай құрал артрит, гипертония, холестериннің жоғарылауы, ұйқысыздық, бедеулік, қатерлі ісік аурулары, тыныс жолдары және ішек инфекциялары кезінде пайдалы. Қоспа 400 грамм сұйық балдан, 1 стақан алма сірке суынан және 10 түйір сарымсақтан дайындалады.
Мұндай құралды ішке де, буындарға компресс ретінде де қолдануға болады. Бал мен алма сірке суынан жасалған сусын май жағу процесін ынталандырады, арықтауға көмектеседі, тойып ас ішіп қойғаннан кейінгі ауырлықты жеңілдетеді, жүрек айнуды басады. Қышқылдықты азайтады, иммунитеттің белсенділігін арттырады, созылмалы қабынудың дамуына жол бермейді. Жасушалардың мутациясын болдырмайды. Бұл сусын бір стакан бөлме температурасындағы суға 1 шай қасық алма сірке суымен 1 шай қасық бал және 1 шымшым даршын қосып дайындалады. Мұндай коктейлді күніне 3 ретке дейін ішуге болады. Қоспаны 3-ке 1 қатынасында дайындауға болады. Мұнда 3 бөлік алма сірке суы, ал 1 бөлік бал. Мықты сапалы ұйқы үшін түнде ұйықтар алдында осы қоспадан 2 шай қасықтан қабылдау ұсынылады. Мұндай қоспаны ішкеннен кейін түн тез өтіп, таңды жақсы көңіл күймен, жоғары жұмыс қабілеттілігімен қарсы аласыз. Тағы бір сусынды 2 шай қасық алма сірке суы, 1 шай қасық бал және 1 стакан судан дайындайды. Оны таңертең аш қарынға, таңғы асқа 30 минут қалғанда ішу қажет. Бұл тәбетті қалыпқа келтіреді, жалпы жағдайды жақсартады, энергияны арттырады, қан қысымын теңестіреді, ауыздағы жағымсыз иісті жояды, қатшандағы қант пен холестерин деңгейін төмендетеді, иммунитетті күшейтеді. Уксус пен де балдан жасалған сусынды қолданудың басқа да рецепттері бар. Егер бұл тақырып сізді қызықтырса, пікірге жазыңыздар. Біз міндетті түрде осы тақырыпқа жеке ролик арнап, барлық рецептілер мен қолдану тәсілдерін толық көрсетеміз. Каналға тіркеліңіздер.